Армения тамаша ел, сан ғасырлық тарихқа бай ел. Табиғаты әсем, адамдары мейірімді. Бүгінгі видео Армения туралы. Арменияның көшет тамақтары. Языческий храм Гарни, 1 век, обязательная программа. Армения елі Кавказ тауларының баурайында орналасқан ел. Жер көлемі 29.743 шаршы шақырым. Грузия, Түркия, Азербайжан және Иран елімен шектеседі. Соңғы ел арқылы Арменияға келдім. Қазақстандықтарға және ТМД елдеріне Армения еліне кіру үшін виза керек емес. Халық саны 2.928.914 адам. 3 миллионға жақын. Ұлттық ақшасы драм. Біздің теңгемен деңгейлес. 1 драм 1,24 теңге. Дәл қазіргі курс бойынша. Мемлекеттік тілі Армения тілі. Менің байқағаным, халықтың көп бөлігі орысша сөйлейді. Бұл елде тамаша табиғатты көруге болады. Ерте кезден қалған шіркеулер, басты кетіретін таулары. Тау демекші, жерінің 90% таулы жерден тұрады. Әлемге әйгілі Арарат тауы соған дәлел. Осылардың бәрі мыңдаған туристердің келуіне себеп. Жоғарыда айтқандағыдай мен Иран елі арқылы кірген болатынмын. Шекарадан тез өттім. Жол ұзақ болғанымен әдемі көріністерге толы болды. Ереван қаласына келдім. Тебриз қаласынан осы Ереван қаласына дейін 7 сағаттай примерно сондай жүріп шықтым. Оның көп уақыты автобус жүргізушілердің тоқтауымен, магазинге соғуымен және барлығымыздың шекарадан өтуімен болды. Соның барлығын есептегенде 11:30-да мен Ереван қаласына келіп тұрмын. Енді Алла қаласа 3-ден Ереван қаласын аралайтын боламын. Ираннан бірден Ереван автовокзалына келіп тоқтадым. Менің Ереван қаласын аралау осы жерден, дәл осы автовокзалдан басталады, себебі мен Ираннан келген болатынмын. Ираннан қалай келдім, соның барлығын алдағы видеолардан қарасаңыздар болады. Ол шытырманға толы видео. Автовокзал тұр. Осы жерде автобус станциясы. Осы жерден қазір орталыққа дейін жетіп алатын боламын. Осы автовокзалдан орталыққа дейін таксимен бару 1000-1500 екен. Жаңа таксистқа жақындап көрдім. Бір жақындағанда 1500 деді. Кетіп бара жатыр едім, артынан сигнал беріп кері шақырып тұр. Бүгін пробка жоқ, бүгін демалыс. Давай 1000-ға апарып тастайын дейді. Бірақ менде 100-ге баратын мүмкіндік бар автобуспен. Айтпақшы, осы 100 армян ақшасын армяндардан тегін сұрап алдым. Қала ортасына дейін сол тиіммен жетіп алдым. Букингтің брондап қойған хостеліме келдім. Мен тоқтаған хостел, арм хостел деп аталады. Прихожкасы, мына жақта бөлмелер бар, неше түрлі бөлмелер бар. Осындай суретімен қайда баруға болады деген сияқты. Мына жерде отырып не істеуге болады. Мына жақта туалет ванна. Как обычно, адамдар жуынып отыр. Хостелдегі және кухня. Осындай кухня. Холодильник, пеш барлығы бар, су. Үшіден тамақ ішуге болады, барлығы жұмыс жасайды. Адамдар уже тамақтан салып. 10 кісіге арналған орын, кондер бар, Wi-Fi бар, таза төсек, жататын жер, жуынатын жағы бәрі анжақта, банағы видеода көрсеткен болатын. Дым проблемасы жоқ деп ойлаймын. Бұл сіздің тұрақты үйіңіз емес. Қыдырып келген еліңізде қымбат гостиница жалдағаннан гөрі бюджетный осындай хостелде жатуға болады. Менің ойымша жақсы цена. 2 күнге 8600
драм төледім тек қана. Ан жақта кухняда барлығы бар керектің. Ол жақтан таңғы ас ішсеңіз де болады, кешкі ас болсын, түскі ас болсын, кез келген тамақты дайындап ішуіңіз де болады. Негізінен саяхатшыларға осылай бір өзіңіз жүрсеңіз, осындай хостелдер таңдаған дұрыс болады деп ойлаймын. Ал егер семьяңызбен келсеңіз, онда бөлек әңгіме. Дәл қазір мен орталықтағы хостеліме орналасып, заттарын тастап, жуынып, шайынып, енді барлығы білетін Ереванның орталығы, яғни опера балет театры деп аталатын жерге келе жатырмын. Қазір бұйырса сол жерге барам, және менің хостелім, Арм хостел деген, дәл сол операның артында. 50 метр жүрдіңіз, опера балет театрының дәл артынан шығасыз. Опера театрының қызметкерлері кезінде осы Арменияда аштық болған кезде, ешқандай тамақтар да жоқ болған кезде, яғни сондай бір қиын қыстау заман болған кездерде оларда бұл жердің қызметкерлері тегіннен тегін опера, театр, сондай қойылымдардың барлығын тегіннен тегін халыққа арнап қойған екен. Бұл Ереван қаласындағы опера театры. Бұл жерде түрлі қойылымдар болады, және бұл Ереванның жүрегі десе де болады. Барлық адамдардың көретін, туристердің барлығының баратын жерлері осы жерде. Мысалы, оңға кетсеңіз де, солға кетсеңіз де, тіке кетсеңіз де, жанға кетсеңіз де, оның артына барсаңыз да, барлық көрем деген жерлердің барлығы осы жерден бастау алады. Иә, шынымен осы опера театрынан орталықтағы барлық қарайтын жерлерге өте жақын. Жалпы Ереван қаласында осындай фонтанчиктер өте көп. Көрдіңіздер, адамдар су ішіп жатыр. Біздер де ішіп барайық, иә? Кішкене хлордың дәмі шығады екен. Бірақ салқын шөлдеген адамдарға таптырмас дүние. Ереван қаласын жоғарыдан қарағыңыз келсе, осы каскад деп аталатын жерге келіңіз. Мына баспалдақтардың саны 532 дейді, біреулері 552 дейді. Не болса да 500-ден көп, қиын болатын сияқты, бірақ бұйырғанды көреміз. Қазір осымен көтеріліп, жаяу жоғары жақтан Ереванды қарайтын боламыз. Мұны қараңыздар, қандай керемет скульптура жасап қойған, иә? Арыстанның суретін жасап қойған адам. Мына жақта ракетасы бар, неше түрлісі бар. Мына жерде керемет батырдың мүсінін жасап қойған. Қараңыздар, қалай қатып қойғанда. Тек нәм батырдың бір жері болмаса, басқалай енді. Анау енді кішкене ұяттау екен, жауқын мәзім екен. Жоғарыға жаяу көтерілдім. Биік сияқты болғанымен қиын болмады. Аяққа нағыз жаттығу. Көру алаңына дейін осыдан 20-30 жыл бұрын құрылыс тоқтатып тастаған екен. Ән салам деп. Содан бері ол тоқтаулы тұр әлі осылай. Тек ең жоғарыға осылай айналып көтеріледі екенбіз. Бұндай құрылыстар салынып жатыр, тек біздің Қазақстанда ғана емес, басқа жақтарда да осылай тоқтап қалады екен. Қазір видті қарайық мына жерден. Бұл деген енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес.
өте әдемі, иә. Осындай моменттер үшін, осындай көріністер үшін саяхаттау керек, достар. Мына көрініс деген мықты. Әдемісін әдемі, иә, келісемін. Әрі қарай да қарайтын жерлер бар. Соларға қарай кеттік. Егер сіздер баспалдақтан көтерілгілеріңіз келмесе, осындай сізді жеп-жеңіл жоғарыға дейін көтеріп беретін осындай эскалаторлар бар. Сол эскалаторлармен көтеріліп, мына жерден дәл қарау алаңының жоғары жағынан осылай салуға болады. Бірақ баспалдақтан көтерілген 100 есе денсаулықтарыңызға пайдалы. Төменге түсу әрине оңай. Онымен қоса осындай керемет көріністерге толы жол болса, дым да қиналмайсың. Ал бұл жергілікті халық келетін Арбат, былайша айтқанда. Осы жерде жастар да, үлкендер де барлығы да осы жерде жүреді. Кешкісін бұл жерде өте әдемі болады. Осындай көше музыканттары бар, және де бұл жерде бренд магазиндер бар. Шопинг жасағысы келген адамдар осы Ереванда нақ осы көшеден шопинг жасайды екен. Яғни сауда-саттық жасайды, киім алады деген сияқты. Барлығы осы Арбат көшесінде болады. Көше музыканты демекші, бұл Арман, Иран елінен келген әнші. Арман, do you like Armenia? This is city. Սրտում ես ինչ է որ լինի միասին ենք մեր երկուսով բայց երկենքի դա դու սիրո ավեջ քաղաք. Oh, beautiful. Ал бұл әнші орыс елінен немесе украиндық болар деп шамаладым. Нақтысын білмедім. Әйтеуір ұсқыны армениялыққа точно келмейді. Ал бұл ресторан алдында тұрған Роза сатушы ата. Егер легенда бойынша осының қолын бетін сипаса, сіз өзіңіздің қосағыңызбен өмір бойы бақытты боласыз дейді. Осы алаңда осындай неше түрлі музыканттар бар екен. Түрлі өнер иелері десе де болады. Мықты. Сіздерге қалай ұнап жатыр ма? Егер ұнап жатырса, лайк басып, комментарияға жаза кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы армян халқының өмір сүру деңгейі орташа. Сол себепті көптеген армяндар өзге елдерде жұмыс істейді. Арменияда орташа жалақы $300-400 шамасында. Өмір сүру үшін аз, иә, шынымен. Онымен қоса Азербайджанмен соғысып, кейбір жерлерінен айырылып қалды. Десек те халқы өз өмірлерін сүріп жатыр. Ең орталық алаңдарының бірі, және республика алаңы деп аталады. Егер сіздер осы жаққа келіп жатырсаңыздар, міндетті түрде осы алаңға келіп кетіңіздер. Осы алаңда мен кеткеннен кейін тура бір жұмадан соң үлкен ереуілдер болды. Оның барлығы жоғарыда айтылған Азербайджанға жерлерінің бөлігін беруге қарсылық ереуілдері. Артынан ойлаймын ғой, мен кеткен соң болғаны жақсы болған екен деп. Орталық көшелермен келе жатсам, қатты музыка естілді. Не екен деп барсам, вино пати болып жатыр екен. Иран елінен келген соң мынандай көріністерге басында көзім үйренбей жатты.
андай жерлерді көп ұнатпаймын. Просто контент үшін тек түсіріп алдым, барын билеп отырғандарын. Білмеймін, сіздерге ұнады ма, ұнамады ма? Осындай бір пати болып отыр мына жақта. Вино тегіннен тегін беріп жатыр. Бір-бірден стаканнан шығып барайды, дегустация жасап деген сияқты. Ұнаса бутылкасын алады ма, сондай. Сосын диджейлер жаңа Санкт-Петербургтан келген. В общем, осындай пати болып отыр мына жақта. Ал мен кеттім ары қарай. Ереван көше тамағына кезек берсек, осындай шағын дүңгіршектерден тамақ алған жақсы негізінен. Нағыз жергілікті халық жейтін тамақты жеп көресіз. Ката, да? Да. И хачапури с мясом. Қазір көше тамағын жеп қараймыз. Кача дегенде 150 теңгеден беріп жатыр. Тәтті деп және хачапури мясымен дейді. Оны 300 былайша айтқанда 300 теңге 150 теңгеден қазір жеп көреміз. Хачапури мясымен жеп көреміз. Қазір иісіне қарасаң, иісі прям күшті болып тұр, бұрын жарып тұр. Дәмін көрейік. Күшті дәмі нан деген. Егер көше тамақтарын жейтін болсаңыздар, хачапури мясымен алып қараңыздар. Осы көшеде сатып тұрған жерлерде өте арзан болады. 300 теңге, былайша 300 теңге 400 теңгенің шамасы әрі кетсе 500 теңге сондай шамада болады. Жаңа хачапури жегеннен кейін екіншісін жеп көрсетпеппін ғой сіздерге. Екіншісін жеп көрсетейін қазір. Бұны тәтті деді. Ішінде ірімшік па, сондай тәтті бірдеңелер бар. Бисмилла. Мынау тема. Атын жаңа айтты апай. Көшеге жазып қоямын. Арменияға келсеңдер міндетті түрде мынаны алып жеңдер. Өзі жып-жылы, өзі тәп-тәтті. Мынау шаймен мықты кететін нәрсе екен. Шаймен жейін деп хостелге келдім. Кеште болды. Ұйқы алдында бір шай ішуде керек қо. Жаңа келген хачапуримді және атын ұмытып қалған тәттіні барлығымен кешкі асымды ішіп алып, осы кофемен сосын ұйықтайтын боламын. Ертең алла болса тағы да шығып, Ереванды видеоға түсіретін боламын. Ереван әдемі, күшті қала, маған ұнап жатыр. Ас болсын. Арменияның нағыз әдемі жерлері қала сыртында. Сол әдемі жерлерге бүгінгі күнді арнаймын. Қараңыздар, бұл қарапайым Ереван көшесі. Өте әдемі, я. Үйлер, кафелер, барлығы. Әп әдемі болып. Шағын вайб ереванский сіздерге. Андай турлар өте көп. Түрлі Ереванның жерлері бар. Тауға дейін апаратын экскурсиялар бар екен. Сұрап көрейік қанша теңге тұрады екен. Здравствуйте. Это у вас туры по Армении, да? Да, конечно. И по Грузии тоже. Языческий храм Гарни, 1 век, обязательная программа. Это единственный языческий храм, который сохранился на территории Союза. Вот это 4,5 часа, стоимость 30 000 драмов. Будет желание, можем и сейчас поехать. Это быть в Армении, не быть здесь, не быть вот здесь, значит в Армении не быть. 4,5 сағат, 5 сағаттың ішінде Ереванның айналасын көрнекті жерлерін араластырып көруге болады. 4 жер 30 000 грамм. Меніңше өте қымбат сияқты. Одан да асықпай өзіңіз барған дұрыс болады деп ойлаймын. Әркімге әртүрлі. Егер сіздерде ақша жетіп, сондай суммаға барам десеңіздер, барсаңыз болады. Ал мен болсам, хостелде танысқан досыммен бірге машинамен аралаймын.
Гарней тауы. Таулы аймақтағы каньон. Кіру құны 200 драм. 300 теңге шамасында. Бұл тастардың осындай 6 бұрышты болуы вулкандардың әсерінен дейді ғалымдар. Туристердің көбі осындай ерекше көріністер үшін келеді осы жерге. Ал жергілікті халық жай карандаш тәрізді тастар деп атап кеткен. Фото видеоға түскен кезде астына кірмеген жөн. Себебі басыңа тас құлап кетуі мүмкін. Гарней храмы. Кіру құны 1000 драм, 1800 теңге шамасында. Бұл храмды бір ғасырда армян патшасы Традиат бірінші салған екен. Осыдан көруге болады армян тарихы қаншалықты тереңде жатырғанын. Севан көлі. Ереваннан 60 км жерде Севан деген көл бар. Бұл жердің көлі таза және күн жылы уақытта келсеңіз, шомылуға керемет жер. Мен мамыр айында келіп тұрмын, сондықтан шомылушылардың қарасы мүлдем жоқ десе де болады. Севан Армияның ең үлкен көлі. Гегард. Осы шіркеудің ерекшелігі жартысы сыртта, жартысы үңгір ішінде. Ішіне кірсең, ерте кезге тап болғандай боласың. Бәрін қолмен қашап жасаған. Ғалымдардың болжамы бойынша 4-ші ғасырда жасалған екен. Армения әдемі ел. Мен айтқаннан да басқа да керемет жерлер жеткілікті. Кештелетіп Ереван қаласына оралдық. Кешкі астың уақыты да болды. Кешкі асты Ереван ұлттық кафесінде ішуде шештім. Қазір армянский ұлттық прям өздерінің айту бойынша қазір кебаб жеп көреміз. Бұл куриный кебаб. Дәм көрек, иісі прям мықты. Астына лавашымен, пиязымен, соусымен. Так, кесіп олайық бірінші. Сосын көреміз. Так, көрек қазір дәмін. Былай енді ұсқынына қарасаң әп-әдемі болып тұр. Соусқа батырып. Иісі мықтен жұмсақ болып тұр. Көреміз. Бисмилlah. Лавашқа орап жейді ғой негізі. Орап жеп көрейік. Пиязды да қосып жіберейік. Дәмі деген тілде үйрет. Ереван Ресей қалаларына өте ұқсас. Кей жері Москваға, кей жері Питерге келеді. Көптеген үйлердің сырты осындай розовый түсті болған соң, Ереванды розовый қала деп те атайды. Ереван көшелерінде кафе өте көп. Солардың біреуін көрсетіп берейін сізге. Кіре берісте осындай меню тұрады. Кірмей жатыр, бұл жерден қарап алуға болады. Салат 2900. Осылайша қарап алуға болады. Дәм білінбейді, төмен жақта тамақтар тұр. Құттай мені окошко тұр. Осы жерден көше тағамдарын сатып алуға болады.
140 драмнан бастап 200 кейбір 1000 жарым дейді. Ол бір үлкен бірдеңе шығар. Осы жерде пісіреді осылай. Ішінде бауыр қазан, ішінде ағай деген қысу түрде бірдеңе істеп жатыр. Мен так ананы жеп қарадым. Ана шетте тұрған жеп көрмеген сияқтымын. Кино көрсетіп екен. Дәл қазір кино жоқ сияқты. Осы жердің алаңына да келсеңіздер болады. Менің артымда тұрған үлкен өлмекші. Осы өлмекшіні ориентир жасап, осы алаңға да келсеңіздер болады. Егер кино қарамасаңыздар да, осы алаң өте әдемі. Фонтандар ағып, кафелер бар көптеген. Бұл жерде музейлер бар. Былайша айтқанда, шағын Россияның құттай бір бөлігі осы жерде. Орыстың музейі тұр. Менің бүгінгі ең маңызды мақсатым Ереван қаласын аралау және Иран елінен қалып қойған ақшаны айырбастау. Мына қызыл точкалардың барлығы банктердің орналасқан жері. Менің қалтамда дәл қазір 40 миллион ирандық лари. Шекарадан өткен кезде айырбастамай, осында келіп айырбастауға болады дегенге сеніп келсем, жаңа бір 10 шақты банкке барған болатын. 10 шақты банктың барлығында да айырбас жасамаймыз дейді. Супермаркет сияқтыларға барып айырбастап көріңіз дейді. Олардан да көрдім, үлкен супермаркеттердің ішінде. Ол жерде біздің Қазақстан теңгесі де бар, бірақ ирандық жоқ. Маған кейбір банктар осы Biblos деген банкке бар деп кеңес беріп еді. Соңғы үмітім осы ғой деп келіп едім. Бұл жерде де өкінішке орай айырбас жасамайды екен. Енді жаңа бір банкте айтып қалды, Центральный деген банкке барыңыз, Центральный Армения банкіне барыңыз дейді. Сол жақта айырбастап қалу мүмкін дейді. Көреміз, бұйырғанын көреміз енді. Нағыз болмаса сол 40 миллион реалымды құшақтап Қазақстанға қайтатын боламын. Ал бұл сарыны Ереванға келген адамдардың барлығы білетін шығар. Қараңыздаршы, кішкентай машина, іші толған сувенир. Сувенирлер толып тұр. Осы магазиннің алдында. Осы кафенің іші тоже сувенирге толы. Бұл республика алаңының дәл қасында тұр. Сары машина. Оған қарсы кафе тұр. Соғанда кіріп қарасаңыздар болады. Сувенирлердің неше түрлісі бар. Қараңыздар, қандай түрлері бар. Ішінде кішкентай, үлкен, барлығын осы машинаның ішіне салып қойған. Бұл машина жүреді ме деген сұрақ қоймайтын шығарсыздар деп ойлаймын. Себебі көрініп тұр ғой ішінде толған сувенир. Рулін қалдырған тек қана. Дөңгелекті өлтірген екен. Можно, да? Крем, кажакай, неше түрлері бар мына ішінде. Сумка, тақия. Мужской это? Мужской и женский. Ал маған үйлеседі деп жатыр. Қалай? Это армянский. Армянский, да. Материал антик. Осындай бас киім. Білмеймін, бір түрлі сияқты. Мынандайдан көрі тақия киген дұрыс па деп ойлайсың. Осы бас киімдердің барлығы 7000 грамм тұрады. Кремдері бар, неше түрлі. Дорожкалар бар. Күшті осындай. Магнетиктер бар. Баяғы Арарат. Қараңыз, Арарат. Қай жеріне қараңыз, Армения, Ереван, және Арарат деген жазу болады міндетті түрде.
Арарат тауын армяндар киелі санайды. Библиядағы қағидаға сенсек, Ной кемесі осы таудың басына келіп тоқтаған екен. Тіпті мен жатқан хостелдің Wi-Fi паролі де Арарат 777 ғой. Тағы да бір осындай сувенирный бар. Оның магнитиктердің неше түрлісі бар. Мынандай магнитиктер 600 драм. Мынандай бар 1000 драм. Бұл типа ағаштан жасалған, артында үлкен магниті бар. Бұл тоже 2 магниті бар. 300-ден просто магнитиктер, браслеттер бар. 700 және 500. Мына магазин ішінде дәм татып көріп жатыр. Смару демасын татып көрейін. Басқасынан аузыма аллергия болып кетіп жүрер. Әжек көрейін. Тәтті екен. Егер сіз осындайларды сатып алатын болсаңыздар, коробкасын көрсетейін. Осындай коробкамен сатып алуға болады. Мынаның дәмі күшті екен. Және де мынандай өздерінің тағы да заттар бар. Мармелад сияқты тәтті татып көр деп жатыр, қазір көрейін. Қарапайым мармелад кәдімгідей. Дәмі жақсы. А бұлар 1250 драм тұрады. 1400 драм тұрады. Осындай ыдыспен сатып алып кетуге болады. 600 тұратын түрі бар. Ол мынандай конфет сияқты тұрады. Вот тоже наш чай, все это. Барлығын жеп қара деп жатыр, өте добрый адам екен. Рахмет. Не жегің келеді, соның бәрін жеп көр деп жатыр. Рахмет, әрине бәрін жей алмаймыз біз. Бірақ дәмін татып көруге болады ғой. Мынандай таспиқтар да бар. 2000 тұрады екен. О, мына жақта уже серьезный нелер заттар бар екен. 105 000 драм тұрады. Олардың ішін ашып көруге болады екен. Мынандай шахмат тұрады, 105 000 драм тұрады. Қазір ашып қарайық ішін. Маған ұқсат беріп жатыр ашып қарауға. О, мықты. Мына картасымен және фигураларымен. Және мына картасы бар өзінің. Нарды ойнауға болады. Санасы да әдемі, өзі де әдемі. Турға шығатын болсаңыздар, турлар өте көп. Саналары 30 000, 45 000-нан басталады, ары қарай кете береді. 60 000, 80 000, Тбилисиге дейін баруға болады. Күн ысып бара жатыр, бана таңертең кішкене салқындау болып еді. Қазір ысып бара жатыр. Мен қап-қалың болып киініп шыққан едім. Бүгін Ереванда ешқандай жауын жоқ. Және бүгін күн ашық. Ауа райына сенсек, енді сондай ашық болу керек. Және бүгін жақсы серуен болады деген ойдамын. Арменияға келіп, кілем қалай тоқылатынын өз көзімен көрдім. Кілемді осылай тоқиды екен. Армения еліне Ереван қаласына келіп, қалай тоқылатынын көріп тұрмын. 1 квадрат метрге 1 ай уақыт кетеді екен апамыздың. Ал фабрикаларда жүздеген осындай адамдар кілем тоқиды. Қолдан тоқылған соң бағасы да жаман емес. 1 квадраты $1000 бастап жоғары кете береді. Осыған дейін айтқан болатын, осындай фонтанчиктер су ішуге арналған өте көп деп. Мен өткен жолы сұрап едім. Ішіп жатырғандай аузына тиеді, кері қайтады ғой су.
осы су кері барып кері қайтып келмей ма деп біреулер қол жуып жатады, біреулер бетін жуып жатады. Олар айтады, жоқ, ол су кәдімгідей септикпен кетіп қалады. А бұл үйіңіздегі кран бар ғой, краннан су ашып қойсаңыз, осылай ағып тұрады ғой, сол сияқты ағып тұра береді екен. Үкімет өзі сөйлейді. Сосын бұлардың су тазалағыш фильтр ма сондай бар екен. Фильтрдан өтіп, сөйтіп алмасып тазарып тұрады екен. Сондықтан қысылмай ішсеңіздер болады. 12-ден 15 минут кетті. Бірақ мына кафелердің барлығы демалып жатыр. Неге деп ойлайсыздар? Түскі уақытта қайнап жатады ғой негізінен. Тамақ ішіп, түскі асқа келеді деген сияқты. Ал бұл кафелердің барлығы кеште жұмыс жасайды деген сөз. Яғни сағат 5-6-лардан бастап түнгі 1, 2, 3, кейбіреулері мүмкін 4-ке дейін істейтін шығар. Сондай. Бұл жақтың вайбы сондай. Кафе, ресторандар бөлек тема негізінен. Алдағы уақытта Арменияның түнгі өмірі туралы видео жасаймын бұйырса. Сондай видеоларды жібере алмас үшін арнаға тіркеліп, қазақ YouTube-ын қолдай кетіңіздер, достар. Жаңа ғана көшеден клубника сатып алдым. Қазір жеп көрейік. 1 килограммы 1300 драмнан деді. Мен көп алмадым, тек жеп қарау үшін. Қазір көрейік. Нағыз армянский клубниканың дәмін көрейік. Иісі мықты, қараңыздар, сұқыны қандай. Сочный. Дәмін көрейік. Бисмилля. Тәтті екен. Бізде көшеде сатып отыратын әжелер болады ғой, орыс апалар сатып отырады ғой. Солардікінен де тәттірек екен. Мүмкін мен кішкене қарным ашып жатырған соң сатып алып тұрғаным бар. Былай дәмді екен. Көп жүргеннен бе, әлде клубника тәбет ашты ма, әйтеуір қарным ашып кетті. Дәл қазір мына мектептің қасынан осындай шаурма жейін жатырмын. Ценалары 950, сондай 700, кетчуп қоссаң, ішіне фрей картоп қоссаң, сондай ценадан болады. 750, 550, сондай шамадан болады. 950. Мен 950-ге алайын деп жатырмын. Біреуін жеп қараймыз. Дәмді ме екен, дәмді емес пе екен, көреміз. Тек бір апай тек ағылшынша сөйлейді екен болады. Қалғандары руса дейді, мен орысқа ұқсатып жатыр. Арменияның көше тамақтары ып-пыс етіп, күшті етіп, апайлар деген прям дәмді етіп жасап берді. Қазір жеп көреміз. Дәмін қарайық. Бисмилля. Прям өп-үлкен. Және мынаны шын қараңыз. Толған ет және фри барлығын қосып күшет жасап берді апайлар. Мына лаваш жеп көрсеңіздер болады. Ереван қаласында жүріп, киноларда көретін шіркеу кездестірдім. Іші өте ерекше екен. Мұндай шіркеулерді тек американдық киноларда көргем. Григорян деген кісісі, соның құрметіне осындай шіркеу салынған екен. Қазір осы шіркеудің ішіне кіріп көрейік. Грузияда жүргенде бір рет кіріп көрген болатын. Сол кезде иісі ұнамай әрең-әрең шыдап шығып кеткен болатын. Сондай иіс жаман болып жатса шығып кетемін сразу. Ал егер нормально болса, просто ішіне кіріп видеоға түсіруге рұқсат берсе, видеоға түсіріп сіздерге. Тек сіздер үшін тек ішке кіріп видеоға түсіріп шығатын боламын. Мұсылман бола тұра шіркеудің ішінде неғылып жүрсін деп сөкпеңіздер, я. Контент үшін не істемейсің, я. Қаншама
исторический киноларда, қаншама тарихи кинолардың барлығында да осындай жерде отырады ғой. Тойларында да примерно сондай. Төбесін қараңызшы. Биік прям. Адамдар осылай отырып дұғаларын тілеп шығып кетіп бара жатыр. Шығып батып артпен шығады екен. Бұлар артпен шықса біздер алдымызбен баса береміз ғой. Егер Ереван қаласына келіп жатсаңыздар, осының ішіне кіріп шықсаңыздар болады. Иісі ондай қатты сасық емес екен. Бар кішкене андай иістер. Бірақ ондай қатты емес. Шіркеудің дәл артында парк бар екен. Маған ұнап тұр. Күшті, әп-әдемі. Адамдар отыр. Арғы жақта аталар нарды ойнап отыр. Барып бірдеңе сұрауға қорықтым, және камераға түсіруге қорықтым кішкене. Ұрыс жүрер деп. Сондықтан осылай жайлап өз жөніммен кетіп бара жатырмын. Мен қазір ирандық Милат банк деген банкке қарай бара жатырмын. Сол жақтан обмен жасап көрем. Қалтамдағы миллиондарымды бүгінгі негізгі шаруалардың бірі сол. Оған дейін жолда керемет жерлерді, жақсы жерлерді көрсем, сіздерге түсіріп айтып отыратын болғанмын. Мына карта сізге көрініп тұр ма? Мен мына жердемін міне. Осы жерден осылай паркпен айналып жүре берсе, басында көрсеткен опера бар ғой, мына жерде оперный театр деген. Сонан шығуға болады екен. Яғни осы шеттен бастап, жаңа шіркеуден бастап, операға дейін барлығы осындай парк деген сөз. Керемет емес пе, таза ауамен баруға болады. Жолда менің банкым бар. Соңғы үмітім соған дейін осындай парктердің ішімен баратын боламын. Соңғы үмітпен барған банкты ауыстырмады ирандық ақшамды. Ештеңе етпес деп миллионымды арқалап кері қайттым. Осыдан түйгенім, әр елдің ақшасын шекарадан тастап кету керек екен. Тегін кеңес сіздерге менен. Өзіме де сабақ болды. Ереван қаласын жақсылап араладым, барлығы ұнады, керемет, қонақжай, жақсы қала, шағын, барлық жерлерге, орталықтан барлық жерге тез-тез жетіп алуға болады, барлығы ұнады. Осы күндердің барлығында Арменияның қызықты мен деген жерлерін барлығын қарап үлгердім. Сіздер де дәл осы маршрутпен Ереванды, Арменияны қарасаңыздар болады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Сөз соңында айтайын дегенім, не болса да өзіміздің Қазақстанға жетпейді ғой.